Желіде жақсы жаңалық зейнетақы алатындар көрсін. Бұл видеомыз астына бір емес ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. Барша қазақстандық зейнетақы алатындар тезірек көрсін. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басын ұнатпаңыз. Зейнетақы қорындағы қаражатты пайдалану ережелері өзгерді. Енді қазақстандықтарға зейнетақы қорындағы алынған ақшаны пайдалануға көбірек уақыт беріледі. Сондай-ақ ұсынылып отырған жаңашылдықтардың бірі зейнетақы қорынан алынған ақшаны ипотекалық несиені өтеуге жұмсауға мүмкіндік береді. Ол үшін келісім-шарт жұбайының атына жасалуы керек. Тағы бір маңызды өзгеріс зейнетақы жинақтары арқылы тұрғын үй салу мерзімін ұзарту. Бірақ келісілген соманы алу тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарт күшіне енген күннен бастап 3 жыл өткен соң жүзеге асырылады. Сондай-ақ жеткілікті сома жиналу үшін қаражатты сақтау мерзімі 8 жылға дейін ұзартылмақ. Видеомыз кеңінен таралып, барша зейнетақы алатындар хабардар болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.